Кеше Айман Турсухан бейнелерді қарадым. Ол да жақсы айтады, экономика жағынан реформа жасау керек, бірақ нақты реформа жоқ, ұлттандыру мәселе жоқ. Ол өз айтты, мен ұлттандыру идеяға қарсымын. Енді түсінікті, енді Айман Турсунхан олигархтың қолынан тамақ жеп жатыр, ақша алып жатыр, қаражат алады. Сосын ол ұлттандыруға қарсы шығып жатыр. Керісінше ол айтады, разгосударствление керек дейді. Жекеге беру керек. Мен айтам оларға, шағын орта бизнесті жекеменшікке береміз толық. Бүкіл еркіндік болады оларға. Салық болмайды. 3-5 жылдың ішінде салық каникул болады. Процентсіз несиені береміз. 5 жылға отсрочкамен төлеуге. Либерал экономика жекеменшікте болады. Бірақ нақты маңызды стратегиялық салаларда, экономика салаларда маңызды салалар: мұнай, газ өндіру, түсті металлургия, электр өнеркәсіп, банк жүйесі, ауыл шаруашылық жерлері, мұнай өндіру заводтары, НПЗ-лар, бәрі мемлекет меншікте болу керек. Ол нақты ақша. Жеке меншікте болмау керек. Норвегия сияқты. Норвегияда солай. Сауди Арабияда солай. Аман, Катар, Кувейт, нақты байлық, Араб, мұнай мемлекеттерде солай. Мұнай, газ мемлекет меншігінде. Содан соң олар бай мемлекет. Ал Айман Турсунхан айтады, біз жекеменшікке тарату керек. Жекеменшікте болу керек. Қалай ол жекеменшікте? Жекеменшікте мен айтам, орта шағын бизнес болу керек. Онымен, егер шағын және орта бизнесте либералдық, толық еркіндік болса, жекеменшік болса, мен оны қолдаймын. Туран қозғалыс оны қолдайды. Осы идея бар экономика даму жағында, экономика моделінде шағын орта бизнеске толық еркіндік беруге біз оған береміз. Ол нақты маңызды идея Туран қозғалысында. Бірақ мен айтып тұрмын ғой, экономика жағынан маңызды салаларды: мұнай, газ өндіру, түсті металлургия, электрокәсіп, банк жүйесі, ауыл шаруашылық жерлері, ол бәрі мемлекет меншігінде болу керек. Ол нақты ақшалар ғой, нақты ақша. Кезінде Назарбаев оны бәрі өз қалтасына, өз олигархтарында, Құлыбаевтарға, Машкевич, Шодиев, Ибрагимов, Миттал, оларға бәрін бере салып, олардан ақша алып, пайдаланып, өз қалтасына салып, ең бай адам Қазақстанда Назарбаев, 250 миллиард доллар қалтасында. Басқа отбасылардың мүшелерін қарамай, анау Динара Назарбаева, Алия Назарбаева, Дариға Назарбаева, анау күйеу балалары Қайрат Шарипбаев, Досанов, анау Құлыбаев, олигархтар ғой, миллиардерлер. Анау туыстары, племянниктары, Сатыбалды, Самат Әбіш, анау інісі Болат Назарбаев қаншама миллиард ақшаны жеп, ұрлап жүрген. Ол ақшаны қай жерден алған? Ол мұнай сатқан, газ, түсті металлургия, өнеркәсіп, банк жүйесі, ауыл шаруашылық жерлері. Болат Назарбаев 80 мың гектар жерлерді алып алған жекеменшікке Алматы облысында. Енді ойлаңдар енді.
маңызды салалар мемлекет меншікте болу керек. Оны қайта мемлекет меншікке қайтару керек. Өкінішке орай көбі қазақтар оны түсінбей жатыр оны. Ал мен айтып жатырмын, қайта қазір. Жеке меншікте шағын және орта бизнес болу керек. Түгел каникул, салық төлеуге каникул болу керек 5 жылға дейін. Процентсіз несиені беру керек орта және шағын бизнеске. Егер олар өндіріспен айналса, өндіріс жасаса, заттарды, өнімі бәрін егер олар жасаса, өнеркәсіпті көтерсе, оларға несиені процентсіз беру керек. 5 жылға дейін отсрочка беру керек. Орта шағын бизнесті көтеру керек. Оны көтерсек, біздің қарапайым халықты қаншама мүмкіндік болады, байып кетеді біздің еліміз. Ал қазір Тоқаев өз айтты ғой, 50% қазақ елдің тұрғындары 50 мың теңгемен тұрады. 50 мың теңге айлықта табыс алады. Ол нақты кедейшілік қой. Сосын несиелердің қазір берешек қой, қазақтар. Должники. Банк жүйесіне, банктарға, Назарбаевтың банктарына берешек, должники. Банк жүйесін ұлттандыру керек. Сосын бүкіл несие алған, долги, берешектер бәрін кешіру керек. Ешқандай кредит төлемей халыққа кешіріп, олардың қолын босату керек. Кредит халықты, банк құлшылықта ұстап тұр халықты. Сосын халық ештеңе істей алмайды, күн көрмейді. Өкінішке орай қазақтар оны түсінбей жатыр. Біздің ұлт қозғалыс, туран қозғалыс, нақты халықтың, қарапайым халықтың мүддесін қорғайтын қозғалыс, саяси қозғалыс. Біз ұлтшылдармыз. Билікте ұлтшылдар болу керек. Маған қазір экономистер, мықты экономистер керек. Журналистер керек. Блогерлер керек. Біздің туран қозғалысын идеяларымызды, саяси мақсатымызды тарату керек көпшілікке. Өкінішке көбі түсінбей жатыр оны. Сендер білесіңдер ғой, менің есімім Аслан Курманбаев, туран қозғалысының жетекшісімін. Ал сыртқы саясатында біз Ресей қауіптілігі бар, Қытай қауіптілігі бар. Екі жағынан Қытай мен Ресей, екі ұлы империя. Қытай Тайваньға қазір қарап жатыр, қарсы жау көзбен. Ресей бізге жау көзбен қарап жатыр. Солтүстік Қазақстанды алып қоямыз деді. Ол болмаса, сол болмау үшін жерді, мемлекетті, тәуелсіздікті сақтау үшін бізге әскери саяси туран одақты құру керек. Тұтас түркі мемлекеттермен, Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Түркменистан, Қырғызстан, Венгрия, Жапон, бәрі түркі тамыры. Өкінішке орай қазақтар оны түсінбейді. Және жау үгіт насихатшылар айтады, авторитарлық диктаторлармен бізге ешқандай одақ құруға керегі жоқ, мынау дейді. Мен оларға айтам, сыртқы саясатта сендерге бәрібір болу керек. Біздің мүддесі, нақты мүддесі ол қазақ елдің тәуелсіздігімізді, мемлекетімізді, жерлерімізді сақтау үшін бізге бәрібір кім олардың мемлекеттерді қандай диктатор ма, диктатор емес пе? Эрдоган диктатор, бірақ Түркияда демократия жүйесі. Келесі жылда демократия сайлау болады, президент сайлау болады. Сол жерде Эрдоганды
Эрдоганды сайламайды халық. Сосын Анкара, Түркияның астанасында мэрі, оппозиция саясаткері. Стамбулда оппозиция саясаткері мэр болып тағайындалған, сайланған. Енді қандай Түркия, қандай авторитарлық мемлекет? Логиканы енді бізде Қазақстанда енді ойланшы. Астанада оппозиция саясаткер әкім бола ма, бола алмай ма? Алматыда әкім бола ма, бола алмай ма? Ал Түркияда оппозиция саясаткерлер, әкімдер болып, мэр, Анкараның мэрі, Стамбулдың мэрі, оппозиция саясаткері. Қандай авторитарлық мемлекет Түркия? Ол Аблязовтың ертегілері. Аблязов олигарх қашқан кезінде Назарбаевпен ұрлап банктерді. Ақшаны ұрлап, атомный промышленный салаларда сатып, уранның рудниктарды. Мен сенбеймін оны Аблязовқа. Арон Атабек те сенген жоқ Аблязовқа. Алаяқ айтқан. Назарбаевтың продукция айтқан. Аблязов туралы. Өлеңді жазған Арон Атабек. Ол кітапта жазған, оны білмейсіңдер, көбі білмейді қазақтар. Аблязовқа билік керек. Ал нақты халықтың мүддесі, жер қазба, ұлттандыру мәселені ол қолдамайды. Жекеменшікте қалтырады. Ал жекеменшікте қалтырса, ол не деген? Ол олигархтың ірі бизнесін мүддесін қорғайтын саясаткер Аблязов болып жүреді. Оны түсінбейді қазақтар. Өкінішке орай. Аблязов әдемі сөз айтады. Ол сөзсіз. Көп мәлімет айтады. Мен білмейтін мәліметтерді айтады. Қайдан алады ол осы мәліметті? Оны да түсіну керек. Жарайды, сау болыңыз.